Саламатсыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз 12-ші сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы фольклордағы аңыз және оның түрлері. Бүгінгі жоспарда фольклордағы мифологияны зерттеудегі мектептер, этиологиялық, генеалогиялық мифтер, аңыз туралы түсініктің пайда болуы, халқымыздағы танымал аңыздар қазақ фольклорының прозасының жанры, аңыздың жанр ретінде өзіндік ерекшелігі, аңызда тарихи тұлғалар қатысқан нақтылы тарихи оқиғалардың баяндалуы. Мифологиялық мектептер. Біріншісі функционализм, негізгі өкілі Малиновский. Олардың идеялары мифтер қоғамдағы әлеуметтік тәртіп пен құндылықтарды сақтауға қызмет етеді. Тағы бір мектеп, бұл 19 ғасырда пайда болған мифологиялық мектеп. Негізгі өкілі Макс Мюллер. Бұлардың идеясы мифтер табиғат құрылыстарын поэтикалық сипатта түсіндіреді деп сондай идеяны қабылдайды. Келесі бір мектеп структурализм. Бұл 20 ғасырда пайда болды. Негізгі өкілдерінің бірі Леви-Стросс. Бұлардың идеялары мифтерді құрылымдық элементтерге бөліп, олардың ішкі логикасын түсіну қажеттігін мақұлдайды. Осы идеямен жұмыс жасайды. Этиологиялық мифтер. Этимологиясы этиология грек тілінен аударғанда себептерді зерттеу дегенді білдіреді. Мазмұны этиологиялық мифтер қандай да бір табиғи құбылыстың, заттың, жануардың, өсімдіктің немесе мәдени элементтің салт дәстүрлерін, рәсімдердің пайда болуында түсіндіреді. Қазақ фольклорынан мысалдар келтіретін болсақ, ай мен күн туралы миф. Ай мен күн бір-бірін жақсы көрген бауырлар еді. Алайда адамдар оларды қызғанып ажыратқан. Сондықтан да ай тек түнде, ал күн күндіз көрінеді деген мифология қалыптасқан. Балқарағайдың биік болып өсуі. Бір мифте ағаштар Құдайдан биіктік сұрағанда Балқарағай ең көбірек өтініш айтқан. Сондықтан ол ең ұзын болып өскен деген мифте қазақ фольклорында кездеседі. Генеалогиялық мифтер. Этимологиясы генеалогия. Грек тілінен аударғанда шығу тегі немесе текті зерттеу дегенді білдіреді. Мазмұнына келетін болсақ, генеалогиялық мифтер адамның, тайпалардың, рулардың, патшалардың немесе ұлы тұлғалардың шығу тегін түсіндіреді. Оларға қазақ фольклорынан алып мысал келтіретін болсақ, қазақтың 300 туралы миф. 300-дің негізін қалаған 3 ағайынды адам болған. Олар әртүрлі бағытта таралып, ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз болып бөлінген деген мифтер бар. Және түркі халықтарының шығу тегі. Түркілер Ашина атты қасқырдан тараған. Бұл миф генеалогиялық тұрғыдан түркілердің шығу тегін түсіндіреді. Яғни біздің негізіміз жаңағы қасқырдан, бөріден, көкбөріден тараған деген сияқты мифтердің негізгі генеалогиясы осында жатыр. Болмаса қозы көрпеш баян сұлу, екі жастың махаббаты олардың ұрпақтарының рухани негізі болып қарастырылады. Осы сияқты мысалдарды көптеп кездестіруге болады. Аңыз туралы түсініктің пайда болуы ол зерттеулерге қатысты пайда болды. Дегенменен аңыз өзі сонау адам пайда болған заманнан сөйлеу, бір-бірімен әңгімелесу пайда болған заманда пайда болды. Аңыз халық ауыз әдебиетінің көне жанрларының бірі. Онда тарихи тұлғалар мен оқиғалар немесе табиғат құбылыстары туралы шындыққа жақын, бірақ қиялмен өрілген әңгімелер баяндалады. Аңыздың мақсаты өткеннің маңызды оқиғалары мен тұлғалардың ұрпақтан ұрпаққа жетіп, тұлғалардың істеген іс-әрекеттерінің ұрпақтан ұрпаққа жету және олардың тәлім-тәрбие беруі сол істеріменен осы мәселені қамтиды. Сондай-ақ аңыз шындыққа құрылған, дегенменен бұл жерде көркемдік бар, қиял бар. Ол әдебиетте көркемдік пен қиялдың шындықпен қатар жүретіндігі ол ғылымда дәлелденген дүние. Аңыздың пайда болу себептері тарихи тұлғаларды ұлықтау, қоғамда танымал болған батырлар, билер, хандар туралы мәліметтерді есте сақтау және дәріптеу. Табиғат құбылыстарын түсіндіру, қоршаған ортадағы ерекше құбылыстар мен нысандардың шығу тегін түсіндіру. Тәрбиелік мән беру,
аңыздар қоғамның моральдық құндылықтарын, жақсы мен жаманның аражігін айқындап көрсетуге бағытталған. Атап айтар болсақ, Абылай хан туралы аңыздар. Абылай хан туралы аңыздар оның көрегендігі мен әділдігін дәріптейді. Мысалы, бір аңызда ол ел арасындағы жанжалды бейбіт жолмен шешіп, халықты бірлікке шақырғандағы баяндалады. Және тағы бір аңызда жаңағы соғыстан кейінгі соғыстан қалған аттарды бөлісте де әділдікпен бөлгендігі жайлы, жаңа жеке батырға ең жүйрік атты шеберлікпенен, тапқырлықпен бергендігі жайлы баяндалады. Қожаберген жырау туралы аңыз алатын болсақ, Қожаберген жырау елін қорғаған батыр әрі дана тұлға ретінде суреттеледі. Аңыздарда оның жауынгерлік ерліктері мен ел үшін жасаған игі істері айтылады. Мысалға, Әйтеке би туралы аңыз. Әйтеке би туралы аңызда оның әділдігі мен даналығын көрсетеді. Ол халықты сабырлыққа, ауызбіршілікке шақырған тұлға ретінде бейнеленеді. Қорыта келе, аңыздар қазақ фольклорының прозасының ерекше жанры демекпіз. Олар тарихи оқиғалар мен тұлғаларды көркемдік тұрғыда сипаттай отырып, ұлттың рухани қазынасы мен тәрбие құралы ретінде қызмет етеді. Аңыздар арқылы қазақ халқының тарихи дүниетанымы мен мәдени құндылықтары сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Осымен бүгінгі күнгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.